Ал балалар, бүгін біз жүк пойызымызға Н әріпін қосып қойдық. Осы Н әріпін бірге буындармен оқитын боламыз. Өткен сабақтарда әріптерді қайталау үшін бұдан алдыңғы сабақты көреміз. Балалар, өткен әріптерді жақсылап меңгерсек, бүгін бізге қонаққа Н әріпінде қосып оқитын боламыз. Н әріпін өткен боларсыңдар, балалар? Н әріпі дауыссызды вагонда тұр, 4-ші вагонда тұр. Бәріміз вагондарды санайықшы бірге. 1, 2, 3, 4. Өте жақсы жарайса. Ал енді балалар, бүгін біз буындарға Н әріпін қосып оқитын боламыз. Ашық буындардан бастаймыз. На, уа, уа, ру, лу. Тұйық буындар. Ан, ун, ау, ур. Ал балалар, бүгін буындарды оқитын боламыз. Біте буын дегеніміз, буынның басында дауыссыз дыбыстан және соңында дауыссыз дыбыстан аяқталған буындарды біте буындар дейміз. Н әріпі дауыссыз дыбыс және буынның соңындағы Р әріпі де дауыссыз дыбыс. Бұндай буындарды бітеу буын дейміз. Ал енді өткен сабақтағы ережені сақтай отырып, бітеу буындарды оқимыз. Бітеу буындар бұл жерде 3 әріптен құралған. Қане әріп санын санайық. 1, 2, 3. Осы 3 әріпті бірге қосып оқитын боламыз. Нар. Міне 3 әріпті бір жерге қосып оқимыз. Нар. Тамаша. Келесі. Рал. Рал. Лар. Лар. Міне 3 әріп, 2 дауыссыз дыбыс, ортасында 1 дауысты дыбыс. Яғни бұлар бітеу буындар. Бірақ 3 әріпті бірге қосып оқуымыз керек. Лар. Лар. Тамаша балалар. Өте тамаша. Рал.